Мектеп біраз балаларға ұнайтын, ал біраз балаларға ұнамайтын жер. Маған болса нейтрально. Бұл басында әрине ұнайтын. Бірден 4-ші сыныпқа дейін. Себебі бізге бір-ақ апай беретін. Ол апай мейірімдетін. Әрине әрдайым емес. Бірақ бәрі норм етін. Сосын біз 5-ші сыныпқа өттік. Әрине әр пәннен бөлек мұғалімдер бере бастады. Әрқайсының мінезі әртүрлі етін, осыған қарай сабақ беруде әртүрлі болды. Бәрімізде де қатал мұғалімдер болғанша, менің сынымда ол қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен беретін мұғалім етін. Бірінші рет келе салы ол бәрімізге ұрса бастады. Неге деп ойласаңдар, біздің сынып шулап отқан үшін. Бұл шетте біздің кәсек. Бірақ осыдан кейін де ол біздің қанымызды ішуді жалғастырды. Бірінші оқу күні болған соң біз дәптер толтыруымыз керек етін. Барлығы қалай үйретті, солай дәптер толтырған еді. Бірақ сол ағайға бұл ұнамады. Себебі басқаша толтыру керек еді. Ол қайтадан бізге ұрса бастады. Тағы да айтуға болатын мұғалім ол географиядан беретін мұғалім. Ол бізге 8-ші сыныптан бастап бере бастады. Сабақ кезінде, ой, сендер тыңдамайсыздар, ана бұл сыныбың көрдіңдер ме? Айтқанымды бұлжытпай орындайды, ырза болып қалдым. Бұдан басқа ол бізге өзінің өмірбаянын айтады да отырады. Бірақ сабақтың орнына осыны естіген норм етін. Ал енді видеоның соңына 5-ші сыныпта болған бір оқиғаны айтып берейін. Қоңырау кезінде мен бір досыммен сөйлесіп тұрған едімін. Арасында ойнап төйлесіп тұрған едіміз. Не үшін екенін білмеймін. Қоңырау соқты, мен оны нағыз достар сияқты ұрайын деп жатқанда, досым бұрылады да, менің қолым оның шынтағына тиіп кетеді. Менің қолым шығып кетеді. Сол кездегі ауруды білмей-ақ қойыңдар. Сосын сабақ бітті, мен үйге қайттым, мамама айттым, мені сынықшыға апарды, бәрі норм болды. Бірақ бір но бар. 8-ші сыныпта біздің сыныпқа жаңадан оқушы келген еді. Давайте оның атын Нурик деп атайық. Сол Нурикпен мен әңгіме айтып тұрған едіммін. Нурик мені по-дружески ұрайын деп шешті. Бірақ мен сол сәтте артқа бұрылып басқа жаққа барайын деп жатқанда, Нуриктің қолы менің шынтағыма тиіп кетті. Бұл жолы қолы сынып кетті. Мен әрине кешірім сұрадым. Мен оның көріші болған соң ол мені кешірді. Оқиға қайталанды десек те болады. Осыны көрген ана досыма да сол оқиға есіне түсіп кетті. Ал бүгінге осы. Сендер мен ол жас тоқабай достар, сендердің мектептерің қандай мұғалімдер сендерге береді, осының бәрін комментарийға жазып кетіңдер. Ал видеоны ұнаса достар, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.